қиындық артқан сайын адамның сауабы да еселенеді. Сондықтан кешегі қиындыққа қиындық дей көрмеңіздер. Ол қиындыққа сіз сауабыңызды кеше алып қойдыңыз, Құдай қаласа. Бірақ сауабыңызды мына тіліңіздің ағаттығымен жойып алмаңыз дегісі келіп жатыр. Ой, қиын болды. Ой, әйтеуір істедік қой. Өттік қой әйтеуір. Мыналар жүргеннен кейін жүрдік қой. Балалар жібергеннен кейін бардық қой. Жоқ. Ниетіңді түзет. Мұсылман адамның амалынан қарағанда пейілі артығырақ болады екен. Өйткені мұсылман амал жасамаса да пейіл үшін сауап алып кететін кездері болады екен. Садақа берем дедің, бере алмай қалдың, бірақ Алла садақа берді деп сауап жазып қояды. Намаз оқим дедің, оқи алмадың. Алла намаз оқыт деп жазып қояды екен. Ораза ұстайым дедің, ұстай алмадың. Алла тағала ораза ұстат деп жазып қояды екен. Ниетке қарай. Bir адам жасайым деп жасай алмаса, бір сауап жазамыз дейді. Жасайым деп жасаса, 10 сауаптан 700 есеге дейін еселейміз дейді. Bir адам бір күнә жасайым деп жасамаса дейді, оған бір сауап жазып қоямыз дейді, жасамаған үшін. Bir адам бір күнә жасайым деп жасаса, оны 10-нан 700-ге еселеуге біздің мейіріміміз жібермейді. Біз оған бір ғана күнә жазып қоямыз дейді. Және де бір күнә жазғаннан кейін біз күте тұрамыз дейді. Ол кешірім сұраса, ананы бірді нөлге қайтадан орнына келтіре саламыз дейді. Бұл Алланың мейірбаны. Алланың мейірімі да, құрметті ағайындар. Сондықтан Алла бізді мейірімнен айырмасын. Мына жер Алланың мейірімі түсіп тұрған жер негізі. Қазір ойлаймын, енді Алла бізге риза шығар, мына отырыстың өзі керемет қой мысалға.